Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Бүгін қорада тауықтарымызды сыртқа шығарып жайып жатырмыз. Мінекей алдарыңызда. Және де біздің лағымыз черный деп есім қойып қойдық. Черный деп. Жаман қашан. Қытақандай болса да секең-секең етіп ойнағысы келеді. Тауықтар жайлап жүр. Рахат есіктен аштым да мына жаққа шығарып жібердім. Міне жүр, мына шешесі. Мыналар міне жүр. Осылай жүре берсін деп шығарып жібердім. Мына жерге шаруа қоршап тұрсам, ала қосса жүреді ғой. Сосын айтпақшы, тағы біздің бір жаңалық бар. Біздер енді шаруашылық бастап жатқаннан кейін, өздеріңіз білесіздер, мал баққаннан кейін мусор көп, не көп деген сияқты ғой, маңайда боқ көп. Солай навоздардың бәрін шығару үшін біздер прицеп алдық автокөлікке. Енді Opel'дің артына тіркейтін паркоп үйлеспей қалды, ал басқа біреуден паркоп алып едім. Мен басқа паркоп қарап жатыр. Осындай мінекей шаруашылыққа прицеп алдық, короче. 10 штук титанкымен, 10 штук дискімен тұр ғой. Титан салса мықты болады несіне. Полный бар енді несімен. Алла осы енді кеше бір паркоп алғам. Сейчас сіздерде Opel Vectra P-ға паркоп болса, хабарласыңыздар. 10-15 мың айналасында. Мен кеше 10 мыңға бір паркоп алғам, ол бармай қалды. Opel Omega'нікі болып шықты. Сонымен, короче, солай. Мынаның ішіне көріп тұрсыздар ғой, міне. Қоқыс дейді, мынаның бәрін тазалау керек қой, мына жерін бәрі, міне. Мынаның бәрі, міне. Мынаның бәрі көрдіңіздер ме? Мынаның ішін бәрін тазалап тұру керек та, олардың мал баққаннан кейін. Соған енді мына жерге қоя алмаймын мен. Мына жерге қойсаң, ол тағы иіс кіреді, үйге кіріп кетеді, иіс деген. Соған тазаласын прицеп алып болдық. Өзімізге алдағы уақытта да керек болады прицеп. Соған алдық. Осы тауықтар. Айтпақшы, жұмыртқалар сатылып отыр, жаймен деп. Видеоға түсіретін уақыт болмай жатыр да, мен қазір жұмыста жүрмін, жұмыс үй. Сол сіздерге сатылған жұмыртқаларды, видеоларын, нелерін салуға қол тимей жатыр. Жақсы, сау болыңыздар, келесі видеода көріскенше.